Сәлем алақайлар, қалдарың қалай? Өздеріңмен бірге әдеттегідей ертегіші Айбек ағайларың. Қалдарың қалай, жақсы ма? Ойнап жүрсіңдер ма, мектепке барып жүрсіңдер ма? Сабақтарың қалай, балабақшаларың қалай? Бәрі жақсы ма? Ертегіні сағындыңдар ма? Бүгін қандай ертегі оқиды екен деп күтіп отырғандар бар ма? Кәне қолдарын көтерсінші, кім күтіп отыр? Әне, көп екен балалар күтіп отырған. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, қандай көп. Қандай болса, бүгін тағы да ертегімізді ары қарай жалғастырамыз. Ондай болса, бүгін оқитын ертегіміздің аты Ортоқпақ деген қазақ халқының халық ертегісі. Яғни өзіміздің ертегіміз. Ортоқпақ. Естулерің бар ма ортоқпақ дегенді? Аталарың, әжелерің, мамаларың, әкелерің айтып берді ма? Аналарың, әкелерің айтып берген болса білетін шығарсыңдар, Сонда да тағы да бір оқып көрейік. Өтте қызық ертегі, Ендеше кеттік. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Яғни ата мен апа болыпты, Шал мен кемпір кедей болып, тұзақ құрып күнін көреді екен. Яғни тұзақ құрып, құстарды ұстап, кішкентай аңдарды ұстап, сөйтіп күнін көреді екен, Бір күні шал тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Яғни қаз, Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты. Яғни жейін деген ғой енді қазды. Атаға қаз сөйлепті. Мені сен босат. Менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал, дейді. Жаңағы атамыз жарайды деп қазды босатып жіберіпті. Үйіне келіп, сол жаңағы болған оқиғаны, яғни апаға келіп айтып береді, Сөйтсе, апа қой, сен оны бекер істепсің ғой деп айтады. Онда енді үйде тамағымыз жоқ қой деп, не жейміз енді деп. Сонымен арада бір жыл өтеді. Бір жылдан кейін шал қазға қайтадан барады. Барайын деп ойлайды, яғни, Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Өңкей түйе дейді. Көп түйелер жайылып жүр екен, Келіп түйешіден, бұл кімнің түйесі деп сұрапты. Түйе бағып жүрген адамнан сұраған ғой, бұл кімнің түйесі деп. Сөйтсе, бұл Қазыбайдың түйесі дейді. Бұл Қазыбай баяғы қаз екен ғой деп, жаңағы атамыз ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келіп қараса, көп қойлар жайылып жүр екен. Соны қойшыдан сұрайды, бұл кімнің қойлары деп. Сөйтсе, қойшы айтыпты, бұл Қазыбайдың қойы деп. Содан жаңағы атамыз қойшы баладан, шырағым, Қазыбайдың бұдан басқа тағы да несі бар? Жаңа түйесін көрдік, енді қойы бар екен, бұдан басқа тағы да несі бар оның депті. Сөйтсе бала, ата, Қазыбайдың 3 тал жақсы нәрсесі бар депті. Біреуі піс қазаным піс десе, әр түрлі тамақтар пісіп шығатын қазаны бар депті. Содан кейін екінші нәрсесі, құс есегім құс десе, есегі алтын құсады депті. Алтын құсатын есегі бар екен. Сосын үшінші заты, ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра беретін тоқпағы бар депті. Сосын атамыз ойланып, жарайды, рахмет балам деп,
ары қарай жүріп кетіпті. Содан жаңағы атамыз Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Атамыз Қазбайдан сұрайды, піс қазаның, піс деген нәрсе бар екен, қазаның бар екен, сол қазаныңды берші маған деп сұрайды. Енді бір жылдан кейін не сұрасаң да ал деген өзінің уәдесі бар ғой. Содан кейін айтыпты, сен уәде бергенсің, ондай болса маған сол жаңа қазаныңды берші, сол қазаның бар деп естідім деген ғой. Сосын Қазбай сұрағанын береді. Сұраған жаңа қазанды береді. Атамыз қазанды алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балаларға кезігіпті. Сонан балалар ата асқа түсіңіз депті, яғни тамақ ішіңіз деген ғой. Ата асқа түсіңіз депті. Сосын жарайды, жол жүріп ұзақтан келе жатырмын ғой, бір тамақтанып алайын деп ойлап, атамыз асқа түседі, яғни тамақ ішуге түседі. Содан кейін үйге кіріп бара жатып, жаңа атамыз балаларға айтты, әй балаларым, шырақтарым, піс қазаным піс деп айтпаңдар ана қазанға депті. Содан кейін балалар, жарайды ата, жарайды айтпаймыз деп, ата кіріп кеткеннен кейін балалар бір-бірімен әңгімелесіпті. Піс қазаным піс деп айтпа деді. Сонда не болады екен піс қазаным піс десе болған деп, енді балалар қызық көреді ғой. Өте бір қызық нәрсе екен бұл деп бәрі барыпты да, піс қазаным піс деп айтып шулап қойыпты, жаңағы шулап айтыпты барлығы бір ауыздан. Сөйтсе, ана жаңағы қазанда әр түрлі тамақтар пісіп шығыпты. Тамақ пісіп, даяр болып ыстықта дайын тұр дейді. Балалар қазанды ақырын алып қойыпты, тығып қойыпты. Соны шал шығып қазанды басқа қазанмен алмастырып қойған ғой, жаңа ауыстырып қойыпты. Ана жаңа піс қазанды басқа жаққа тығып қойып, оның орнына қарапайым жай қазанды қойып қойыпты. Соны жаңа атамыз шығып, тамаққа тойып алып, шығып қараса, қазан орнында тұр екен, соны ары қарай кетіп қалыпты. Соны үйіне келіпті. Үйіне келіп, піс қазаным піс деп айтса, қазанда ештеңе піспепті. Соң атамыз, ой алла, не болды екен бұған деп ары қарап, бері қарап ойланып тұрып, қой Қазбайдың өзіне барып сұрайын депті. Содан қайтадан жаңа қазанды алып, Қазбайға барып, үйге барып, піс қазаны піс десем, бұда ештеңе піскен жоқ. Бұл қалай болды сонда? Еш нәрсе шықпады ғой депті. Сосын Қазбай қазанды алып, піс қазаным піс деп өзі айтыпты. Еш нәрсе піспепті. Қазбай қазанды жарайды деп өзіне алыпты да, жаңа атамызға алтын құсатын есегін беріпті. Сосын атамыз есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, баяғы балалар тағы да ойнап жүр екен. Соны ата асқа түсіңіз дейді тағы да. Содан адамыз асты тастақысы келмей есегінен түседі. Жарайдан тамақтанып алайын енді деп. Содан атамыз үйге кіріп бара жатып айтады, шырақтарым, балаларым, құс есегім құс демеңдер, иә деп. Иә, айтпаймыз ата деп, енді балалар енді үйреніп қалды ғой. Енді бұл есек не істейді деп ойлайды ғой. Атамыз үйге кіріп кеткеннен кейін балалардың бәрі жабылып барып, құс есегім құс дейді. Сөйтсе есек алтын құсады. Балалар тағы да қызығып кетеді, есекті айырбастап, орнына басқа есек қойып қояды, соған ұқсайтын. Атамыз есекті алып тағы да үйіне келеді. Үйіне келіп, ой кемпірім, жақсы болды мұны, аздан барып алып келдім мұна есекті. Енді бұл есек алтын құсатын есек деп мақтанады. Сосын қос есегім қос деп айта қалады жүрді. Сөйтсе есек тағы да ештеңе құспайды. Екеулеп айтып көреді кемпір екеуі, тағы да айтып көреді. Сөйтсе тағы да құспайды. Амалы құрыған шалымыз есекті алып Қазбайға тағыдан қайтадан келеді. Мына есегіңде ештеңе құспады, қазаның сияқты. Бұған бірдеңе болды енді, не болды екен бұларға деп. Соң Қазбай қатты таңғалады, бұған не болды деп.
Ешектен еш нәрсе шықпады дейді. Сосын қазбай не істейді? Ең соңғы үшінші заты ортоқпақты береді. Сосын ортоқпағын береді, тағы да атамыз алып келе жатқанда әлгі балалар тағы да алдынан шығады. Ата асқа түсіңіз дейді тағы да. Сосын тағы да атамыз асқа кіріп кетеді. Сосын балалар не істейді? Ортоқпағым ұр деп айтпаңдар деген атамыздың сөзін тыңдамай, ортоқпағым ұр деп айтады. Ал айтқан кезде ана тоқпақ не істейді? Ана балалардың бәрін ұрып жүріпті. Әрқайсысын бөлек-бөлек, басынан, иығынан, қолынан бәрін ұрыпты. Балалар тоқпаққа жалынады. Ойбай, біз қазанды да, құс өсекті де бәрін берейік, тоқтат мынаны. Ұрмашы дейді. Сонымен атамыз ана шуды естіп, далаға жүгіріп шықса, балаларды ұрып жүрген тоқпақ. Сонымен атамыз тоқпақ тоқтатып, балалардан сұрайды, сөйтсе балалар айтады, мойындайды. Біз алғанбыз есегіңізді де, қазаныңызды да деп қайтарып берейік дейді. Сонымен атамыз есекті де, қазанды да алып, ортоқпағын да алып, үйіне алып келіп, жаңағы апамыз екеуі істепті, бақытты, баянды ғұмыр кешіпті. Яғни қазанда асы пісіп, тамағы пісіп, жаңағы есегі алтын құсып, алтын дегеніміз қазіргі ақшайы, ақшалары көп болып, ортоқпағы болып, ол үйді қорғап ортоқпағы, сөйтіп олар бақытты ғұмыр кешіпті. Мінекей, осындай керемет ертегіміз бар біздің, осындай күшті ертегіні тыңдап, ары қарай ұйқыға кететін алдында сендер де сондай мықты заттарды ойлап табуға, сондай ғалым болуға тырысыңдар. Қазіргі заманда ортоқпақ та, піс қазаным піс те, құс өсегін құс та бар. Яғни тоққа барлығы піседі. Аналарыңда бар ғой, неше түрлі тамақ пісіретін заттар. Банкоматтар бар, ақша шығаратын қазір. Соның бәрі шындыққа айналып келе жатыр. Сондықтан сендер де керемет ғалым болып, сондай күшті нәрселерді қиялдап жатып, ойлап жатып, ұйықтаңдар балалар. Сендерге көптен көп рахмет жақсылап тыңдағандарың үшін. Ондай болса, қайырлы түн, ұйқыларың тыныш, түстерің тәтті болсын. Ертең тағы да ертегі оқығанша, кездескенше сау болыңдар.